Қазақстан қазір екі оттың ортасында қалғандай. Кімді жақтайды, қай елге болса да, бұлай тартса өгіз өледі, бұлай тартса арба сынады болып тұр. Бұл жайлы Берік Сұлтан бұлай баяндайды. Оңай емес, көрші болған соң көмек сұрайды. Көрші ақысы тәңір ақысы дегенді алға тартады. Сен қиналғанда көмек бердік, сен де қарап тұрмассың дейді. Қиын. Көмек берейін десең, көршінің ісі дұрыс емес болса да қолдайды десең, әлемдік ұйымдардың соққысы тиеді. Одан бөлек өз халқың кім жақта екенін анық көрсетіп тұр. Көршің емес, көршіңнің қарсыласына болысып жатыр. Әлемдік ұйымды қойшы деп, қолыңды бір сілтеп көршіге болсайын десең, халқың қарғыс айтады, көшеге шығады. Мемлекет пен халық арасындағы байланыс құртылады. Халқыңа білдіртпей болсайын десең, оны әлемдік медиа біліп қойып, жаһанға жар салады. Қазір жағдай оңай емес. Бізге кім жақтасың деген сұрақта қойылып жатқан шығар. Бізге өте қиын сәт туып тұр. Қазіргі қабылданар шешім біздің болашағымызға көп әсерін тигізеді. Сол үшін өгізді өлтірмей, арбаны сындырмай, осы сәттен аман шығу қазақ мемлекетіне аса маңызды. Мұны түсіну бізге міндет. Мемлекет басындағы жауапты мамандарға даналық тілеймін. Өте қиын сәт.